Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіз. Бүгін мен сіздерге осындай день и ночь деп аталатын пирожныйдың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Жалпы пирожныйлар сүтті қыз тортының дәміне ұқсас келеді, но бірақ екі түрлі жолмен жасалады. Сондықтан екеуін біріктіре отырып, осылай пирожный етіп жасаса да, немесе торт етіп жасаса да болады. Ең алдымен бізге шоколадты коржымызды дайындап аламыз. Ол үшін жұмыртқамен қантымызды біріктіре отырып, аппақ үлпілдек масса болғанша көпіртіп аласыздар. Сонан соң құрғақ қоспаларымызды бөлек ыдыста електен өткізіп, жаңағы самызға салып, астынан жоғарыға қарай лопатканың көмегімен араластырып дайындап аласыздар. Дайын болған сұйық қамырымызды екіге бөліп пісіріп алдым. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша диаметрін өзгертіп, кішірейтіп пісіре берсеңіздер болады. 180 градуста 3-4 минуттай пісіріп аламыз. Өте тез піседі корждар. Дәл екінші бөлігінде солайынан пісіріп аласыздар. Өте жылдам дайындалады. Көп уақытты алмайды, тез пісіп, тез суиды. И кремі де жасау өте оңай. Пирожныйымыздың екінші бөлігін жасаймыз. Ол үшін бізге қойытылған сүт, яғни сгущенное молоко керек болады. Сүтті қыз тортының корждарын жасайтын боламыз. Дәл видеода көрсетілгендей жақсылап бәрін араластырып алып, дәл оны да екі бөлікке бөліп пісіріп аласыздар. Бұл коржымызда өте тез піседі. Немесе дәл осы мөлшерді екі есе көбейтіп, біріншісін ақ қылып, екіншісіне какао қосып жасасаңыздар да болады. Коржды пісіріп болғаннан соң кремін жасаймыз. Креміне сливкиді салқындатып, салқын болуы керек. Және де жай жылдамдықпен бастап миксерлейсіздер. Сонан соң қантымызды бірте-бірте сала отырып, қою болғанша кремін жасап аламыз. Менде қойытылған сүт қостым. Қоссаңыздар да болады, немесе творожный сырмен алмастырып жасасаңыздар болады. Корждарымыз дайын болғаннан соң кремін бірме-бір жағып, оформлениесін өзіңіздің қалауыңыз бойынша сәндеп, бір түнге немесе бір күнге холодильникке қойып қоямыз. Тортымыздың, пирожныйымыздың шетін кесіп алып тастаймыз. Дастарханға қояр кезде шеттері түп-түзу болып, біркелкі болып көрініп тұрады. Видео рецептім сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Және де түсінбеген жерлеріңіз, түсінбеген қандай да бір сұрақтарыңыз болса, төменге жазып қалдырсаңыздар, мен сіздерге міндетті түрде жауап беретін боламын. Және де көбіңіз маған жазылмай қарап бақылайды екенсіздер. Міндетті түрде подписаться мәзірін басып, қоңырауша белгісін басуды да ұмытпаңыз. Менің әрбір салған жаңа видео рецепттерімді YouTube сізге хабарлап отыратын болады. Менің каналымның дамуына сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Сондықтан да менің каналымды өз достарыңызбен бөлісе кетсеңіздер, қуанып қалар едім. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар. Сіздермен болған Салтанат.